Құрбан айт мұсылмандардың ең қасиетті мерекесі. Ол ораза айттан кейін 7 күннен соң басталып 3 күнге созылады. Бұл күндер ұлы Меккеге қажылықпен аяқталады. Айт күндері Аллахқа арнап құрбандық шалады, мал сояды, жылғыдан басқа. Бұл мұсылмандардың негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. Әрбір мұсылман Аллах разылығы үшін мүмкіндігі болса құрбан шалады, мал сояды, жылқы малынан басқасын. Аллахтың бұйрығы бойынша бірінші құрбандық Ибрахим пайғамбардың сүйікті баласы Исмаил болу керек болды. Не әкесі, не баласы қарсы болған жоқ. Аллах әкесі мен баласының өзіне берілгендігіне көз жеткізіп, оларды құрбандыққа шалған. Жұмақтан аспан түстес көк қошқарды түсіріп, оларға мейірім түсірді. Содан бері дәстүр жалғасын табуда. Оны орындау әрбір мұсылманның міндеті. Құрбандыққа қой, ешкі, сиыр және түйе малын шалады. Басқа жануарлар қолданылмайды. Ауру, соқырма құрбандыққа шалынбайды. Мұсылмандар үшін құрбан айттың бірінші күні маңызды болып саналады. Бұл күні мешіттерде айт намазы оқылады. Айттың осы бірінші күнінде адамдар бір-бірін құттықтап, бір-бірінің үйінен дастарханнан дәм татады. Бұл күні әр мұсылманның үйінде дастархан жайылады. Құрбан айтта бауырсақ, шелпек пісіру, дастархан мәзірін дайындау үшін жұмыстан сұрауны керек болады. Құрбан айт күні ертерек тұрып, ғұсыл алып, таза киім киіп, хош иісті әтір сеуіп, көшеде жолыққан адамға ашық жүзбен қарау, құрбандық етімен ауыз ашу үшін намаздан алдын ештеңе жемей, намазға бара жатқанда тәкбір айту, Хазіреті Мұхаммед пайғамбарымыздың сүннеті. Аллах тағала әмірі мен пайғамбарлар сүннетін орындау жаратушы иеміздің ризашылығына жақындатып, ақыретте сый-сияпатына кенелтеді. Сондықтан да айтқан ниеттеніп, дайындалушы немесе ынта-ықыласымен құрбандық шалушының Тәңірі мейіріміне бөленіп, о дүниеде жүзі жарық, мол сауапқа ие болары сөзсіз. Қажылыққа барған тәуап етушілер мен оған себепті жағдаймен бара алмағандарға айт күндері ортақ ибадат, құрбандық шалу. Бұл айтулы мерекенің ең маңызды амалы құрбандық деп құрбан айт күндеріне ғибадат ниетімен шалынатын малды айтады. Сондықтан бұл құрбандық шалу мерекесі, яғни құрбан айт деп аталады. Қасиетті Құран кәрім және ислам тарихы бойынша бұл мереке мен оның шежіресі сонау адамзаттың атасы, Адам ата және дәстүрлі діндердің түп атасы Ибрахим мен оның ұлы Исмаил пайғамбарлармен тығыз байланысты. Құрбан айт күндері шариғат бойынша нисап мөлшеріндегі, яғни 85 грамм алтынға тең ақшасы бар, бас бостандықтағы, ақыл-есі бүтін, жол сапарда емес мұсылманға кем-кетіксіз 1 жастағы қойды немесе ешкіні немесе 1 адамнан 7 адамға дейін ниеттерін біріктіріп, 2 жастағы сиыр немесе 5 жастағы түйені құрбандыққа шалу уәжіп. Құрбандықтың уәжіпті қасиетті Құранда Раббың үшін оқы, құрбандық шал деп бұйырылған. Ал әз пайғамбарымыз кімде-кім мүмкіндігі бола тұра құрбандық шалмаса, біздің намаз оқитын жерімізге жақындамасын делінген. Құрбан айттық бірінші күні таң атқаннан кейін Мұздалифада таң намазы оқылады. Таң намазынан кейін Мұздалифа уақфасы жасалады. Жерге жарық түскенге дейін дұға етіліп тілек тіленеді. Сосын қажылар күн шықпай Минаға қарай бет алады. Минада шатырларға орналасқаннан кейін шайтанға тас лақтыру үшін үлкен шайтанға барады. Құрбан айттың бірінші күні үлкен шайтанға тасқа 7 тас лақтырылады. Әр тасты бисмиллахи Аллаху акбар рахман лиш шайтани уа хизбих деп айтып лақтырады. Мағынасы: Аллахтың атымен, Аллах ұлы, шайтан және оған ергендер қаламаса да. Алғашқы тас лақтырылғанда тәлбия айту тоқтатылады. Үлкен шайтанға 7 тас лақтырғаннан кейін тәмәттүх немесе қиран қажылығын орындаушылар харам аумағының кез келген жерінде мойындарына уәжіп құрбандарын шалады немесе басқа біреуді өкіл жасап шалдырады. Ифрат қажылығын орындаушыларға құрбан шалулары уәжіп болмағандықтан нәпіл құрбан шалуларына болады. Ифрат қажылығын орындаушылар үлкен шайтан тасқа тас лақтырғаннан кейін, ал тәмәттүх және қиран орындаушылар құрбандарын шалғаннан соң шаштарын алғызып немесе қысқартып ихрамиян шығады. Ихрамда харам болған нәрселердің бәрі қайтадан халал болады. Тек қана әйелдермен барғандар зиярат тауабын жасағанға дейін жас қатынас жасай алмайды. Ихрамнан шыққаннан кейін Меккеге барып зиярат тауабы жасалады. Бұл тауап былай жасалады:
жақсылап дәрет алып, бар ықыласпен Мәшидул Харамға қарай зікір айтып, баяу жүріспен барады. Ер кісілер тауапты бастамас бұрын ридаларын, дененің үстіңгі жағына оралатын ихрам матасы, оң қолдарының астынан өткізіп, сол иықтарының үстіне тарта орайды. Тауапқа байланысты осы әзірліктерді істегеннен кейін, Аллахым, мен сенің ризалығың үшін зиярат тауабын жасауды ниет еттім. Зиярат тауабын маған жеңіл ет және менен қабыл ал деп ниет етіп, Рукнуль Ямани жағынан Қаратастың қарсысына барады. Мүмкіндік болса такбир және тахлил айтып Қаратасты сүйеді. Ал егер мүмкін болмаса, қолмен ишарат етіп сәлемдеседі. Қаратастың орналасқан бұрышында тауаптың басталатын жерін білдіретін қоңыр сызық бар. Міне осы сызықтың тұсынан тауап басталады. Егер тауап бұл сызықтық, яғни Қаратастың дәл қарсысынан емес, кішкене алдыңғы жағынан басталынған жағдайда, айналым толық болмай қалады. Қағбаны сол жағына алып, оң жағымен тауапты бастайды. Әр айналымның басында Қаратасқа сәлем береді. Барлық айналымдарда Рукнуль Ямани мен Рукнуль Ғажа Руль Асуаттың арасында мына дұға оқылады. Раббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасана ва қинна азабаннар ва адхилнан жанната мал абрар я азизу на ғаффар. Я Раббал аламин мағынасы: Раббымыз, сізге бұл дүниеде де, ақыретте де тек жақсылығыңды беріп, бізді от азабынан сақта, бізді жақсы игі құлдарыңмен бірге жәннатқа кіргіз. Уа азиз, уа аса кешірімді ғаффар, уа бүкіл әлемнің Раббысы. Алғашқы 3 айналымда ер кісілер адымдарын жиі алып, иықтарын сілкеген бойда жылдам жүреді. Бұлай істеу рәмәл делінеді. Рәмәл істеу сүннет, істелінбеген жағдайда тауаптың дұрыстығына зиян келтірмейді. Тауап айналғаннан кейін мүмкін болған жағдайда Ибрахим мақамында болмаса мешіттің кез келген жерінде 2 рақат намаз оқып дұға жасалады. Сосын зәмзәм суын ішеді. Егер Арафа күнінен бұрын сағия жасалмаған болса, зиярат тауабынан кейін жасалады. Зиярат тауабының құрбан айттың 3-ші күні ақшам уақытына дейін жасалуы имам Әбу Ханифа бойынша уәжіп, ал имам Әбу Юсуф және имам Мұхаммед бойынша сүннет. Жалпы Ханафи мазхабында бұл тауапты құрбан айттық 1-ші күні жасау абзал. Зиярат тауабын жасаған соң Минаға қайта қайтып, шайтанға тас лақтыру күндерінің түндерін сол жерде өткізу Ханафи мазхабында сүннет, ал басқа мазхабтарда уәжіп. Қазақстанда құрбан айттың 1-ші күні демалыс болып табылады. Құрбан айттың 2-ші, 3-ші, 4-ші күндері күн тас төбеде ауғаннан кейін 1-ші кішкентай, 2-ші орта, 3-ші үлкен шайтандарға тастарға 7-ден тас лақтырады. Кішкентай және орта шайтан тастарға тас лақтырып болғаннан кейін дұға жасалады. Үлкен шайтан тасқа тас лақтырған соң дұға жасамай дереу ол жерден кетеді. Құрбан айттық 2-ші және 3-ші күндері күн тас төбеде аумай шайтан тастарға тас лақтырмайды. Құрбан айттық 4-ші күні шайтан тастарға тас лақтырмайтындар бұл күні лақтыру абзал, бірақ уәжіп емес. 4-ші күні таң атпай Минадан қайтулары шарт. Әйтпесе 4-ші күні де тас лақтырулары уәжіп болып қалады. Яғни Минада қалғандар 3 шайтан тастың әрқайсысы 7-ден тас лақтырып Меккеге қайтады. Миқат шекараларының сыртынан келгендер Меккеден шығар кезде қоштасу тауабын жасайды, бірақ одан да бұрын жасауларына болады. Егер бұрын жасалып қойса, Меккеден шығар кезде қайта жасау шарт емес. Қоштасу тауабын жасағаннан кейін Қағбаға барып, намаз оқып, нәпіл тауап жасауға болады. Мұндай жағдайда ең соңғы жасаған нәпіл тауабы қоштасу тауабы деп есептеледі. Хайз және нифас жағдайындағы әйелдер қоштасу тауабын жасамайды. Мәшидул Харамның есігіне дейін барып, Қағбамен қоштасып қайтады. Ибн Аббас бұл турасында әйел адам хайз жағдайында болса қоштасу, вадақ тауабын жасамастан жолға шығуына рұқсат етілді деп риуаят еткен. Міне осылайша амалдарды тәмамдалады.